Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай? Так, графикпен жұмыс жасайтындар бар ма? 9-дан 6-ға дейін, 8-ден 5-ге дейін шапалақ соғыңыздаршы. Бейшара шапалақтар кетіп отырған. Біз, деп, надоел уже бар ғой. Жұмыс жасаймын, таңертеңнен кешке дейін. Бірақ ақша жоқ. Еще ана жанында бір түрлі коллегаларым жүреді, принципиальный коллегалар бар ғой. Жұмыстан кеткісі келіп жүретін постоянно. Бастық бірдеңе деп айтып қалса, кетемін нахуй. Бірақ сол жерден пенсиядан бірақ кетеді ғой анау. До конца жүр. Маған вообще жұмысқа барған ұнамайды. Таңертең тұрған вообще страдания ғой мен үшін. Никогда настроениемен тұрмаймын дейді. Эхей деп. Всегда жынданып бар ғой. Автобуста кірем, бәрін тұр ақ кеткен андай таңертең. Настроениялары жоқ. Кроме артта отырған екі апайдан басқа, который таңғы 8-де өсек айтып отыратын екеуі автобуста. Алдарында бос орын болып қалды, келдім де отырдым. Екеуі бір Айгүлді обсуждать етіп отыр, вообще мен білмеймін, өсектеп отыр. Айгүл, айттым ғой мен саған берме деп қарызға 100 мың. 100 мың деген 10 мың емес қой, ал не істейсің енді ал? 3 күнде қайтарамын деді, 3 ай өтті ғой. Аласың ба Айгүлден? Қайда енді табасың? Қайдан табасың Айгүлді? А мен алдында отырмын, таңғы 8 ұйқым келіп отыр. Айгүлді вообще танымаймын. Но уже Айгүлге ашуланып отырмын ғой таң атпай. Айгүлің қандай қаншы қиын? Блядь. Чуть-чуть болғанда артыма қарап, мына сучка номерін беріңдерші. Өзім сөйлесіп sayayım деп. Білмеймін. Таңнан кешкен жұмыста жүрем, ақша жоқ, вообще білмеймін қайда. Мен бала кезден қиналып келатырмын да, уже менде ақша жоқтан депрессия, биполярное расстройствоға кетіп барады. Биполярное расстройство деген андай ауру, настроениең тез өзгеріп жүреді да. Жұмыста отырамын да, қайда істеп жүрмін вообще, не жұмыс, офиста. Мен офисный планктонмын ба сонда. Біраз уақыттайын отырамын да. Неге жылай беремін? Шан емес зато. Жып-жылы жер, офис, жақсы. Самое главное, қол аяғым сау, басым аман. Мынау өмір заебал. Осында келе жатқан кезде душқа түсіп, шашымды укладка жасап күшті. Қазір шығам, бәрін күлдіртем, бәрін жыртам деп ойладым. Қазір сахнаға шығып алдым да ойлап тұрмын. Нахуй маған керек вообще. Балалық шағым бәрі кедейлікпен өтіп жатыр. Ес білгелі кедейлікте жүрмін. Мысалға біз нашар тұрғанымыз соншалық 2008-де бүкіл әлемде кризис болды. Кім біледі? 2008-де қатты бүкіл әлемде кризис болды. А біз вообще нихуя сезген жоқпыз оны. Мен просто ата-анаммен далаға шығам, и бәрі нормально. Сол қалпы просто ата-анам, әкем ол кезде әкем шетін, сол себепті үйге мас болып келетін дейді. Балам, берге. Қайрат ағаны танисың ба? Сол бүкіл бизнесін айырылып қапты ғой өзінің. Хорошо, что бізде дым жоқ. Батяң позаботился деп. Мен әкемді жақсы көремін. Мен әкемнің алғашқы ұлымын. Ол мені сондықтан да енді бала тәрбиелеуді білген жоқ. И ол өзінің бір әдісі болатын. Мені кішкентай кезімде жұмысқа алып кетті, жүр, мен стройкаға барасың деп. Кешке келдім, қатты шаршап отырмын. Маған әкем тұрып столдың басында, міне балам, егер оқымасаң, осылай мен секілді қара жұмыс істейсің деп айтқан жоқ. Маған тамақ ішіп отқанда қарады да, че, көтін тоңқай қалды ма? Давай, оқы деп. Мен қазір Алматыда көшіп кеттім, ата-анамның, мамамның құлдығынан қашып кеттім. Батям қалды, тамаққа жұмыс істеп жүр сол жақта. И мен анама үнемі звондаймын. Алло, мама, қалдарыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Үнемі сөйлесеміз, папаны сұраймын. Папа алады да, алло, сен маған неге бірінші звондамайсың, постоянно мамаңа звондайсың. Қаттырақ жақсы көресің ба деп ренжіді. Бір күні тұрдым да, папама бірінші звондадым. Алло, папа, қалыңыз қалай? Жақсы балам, өзің қалайсың? Жақсы. Қазір мамаңа берейін, өздерің сөйлесе беріңдерші. Мен ата-анамды қатты жақсы көремін, бірақ апам мен атамды одан да қатты жақсы көремін. Мен апам вообще күшті. Енді ол жылдың адамдары қатты қызық көрмеген, ауылда жүрген, и мақтанбайтын нәрселермен мақтанады. Маған айтты, жүр, мешітке бар келіп тілеген. Жүріңіз деді, мешітте отырмыз. И отырды, анау имамды көрдің ба? Иә. Сол кезінде жесткий алқаш болған. Қазір міне ауылдың басты имамы.
кезінде қой деп айтқан арақты мен ғой деп. Ал рахмет. Ал атамның миында екі ақ жұмыс болатын. Біріншісі қара жұмыс, екіншісі шопыр болу. Мен ауыр жұмыс істемейтіндіктен атам маған айтатын: сен шопыр боласың, сенен түк шықпайды, сен шопырға оқы деп. Жақында ауылға барған кезде атам сұрады: қандай жұмыс жасайсың тілеген деп. Мен айттым: ата, мен диджитал продюсермін дедім. Байқа, бірақ өлтіріп кетіп жүрмесін, жақсы ма? Абайлап жүр. Атам мен апам маған құлын сыйлаған кезінде, өскен кезде сен тойыңа соямыз деп. Жыл сайын фотосын жібереді. Міне, мынандай болып қалды, міне мынандай болып қалды. Ана қараймын да, уже жақында қарасам, ат қартай кеткен, таяқпен жүр былай. Бірақ қашан үйленесіз тілеген, ауылдан мынадай ал деп. Атам мен апам маған айтады: балам, сен өлгенше тойыңды көркеткіміз келеді деп. Мен айтамын: нафига? Ақша жинап, лучше өлгенше Америка, Франция көріп кетсіңдерші. Зачем мен тойымды көресіңдер? Онда дәл осы туысқандар отырады, просто костюммен. Басқанда ештеңе жоқ деп. Мен түсінбеймін, мен мысалға қанша қызбен сөйлесем, бірақ бір жақсырақ қыз кездесіп қалатын шығар деп ойлайсың ғой. Ал мен достарым көп, бірақ никогда мынадан жақсы дос бар шығар деп ойламаймын. Бар ғой, мен білмеймін, түсінбеймін, неге олай. Менде никогда болмапты, бір досымды бүйтіп шығарып салып, все, жақсы брат, давай деп кетіп баратып, басқа бір жігітті көріп қап. Бля, что-то надан нихуя дос шығатын секілді деді. Мүмкін ақшам аз болғаннан жауапкершіліктен қорқатын шығармын, ертең асырай алмай қаламын деп, білмеймін. Соңында бір оқиға айтқым келіп тұр. Мен ауылда жүрген кезде қой кезегі болды, нағашыларым барлығы жұмыста болды. Атам маған айтты: сен қой кезегіне бар тілеген. Қой кезегінде жүрген кезде түскі уақытта қойлардың бәрі су ішіп алды да, мен жатты, мен алдыма бір қой келіп жатты да, мен көзіме қарап тұрды. Как будто маған: тілеген, сен қиналып жүргенді білем, ішіңдегі сырың бәрін ақтаршы деді. Ал мен енді қазақ отбасында өзіңнің ішіндегі сырыңды атанаң ақтара алмайсың, ол өте ұят. Сол себепті қой бәрібір түк айта алмайды ғой дедім да, бүкіл сырымды соған айттым. Блин, неге мен әкем бай емес? Неге біз коттедж үйде тұрмаймыз? Неге мен үйімде компьютер жоқ? Неге мен қазір үйде компьютер ойнап отырудың орнына айдалада сенімен сөйлесіп отырмын деп андай. Бүкіл сырымды ақтарып тастадым да, уақыт бітті, кешкілік қайтып бара жатырмыз. Мен сыр ақтарған қой қайта-қайта жерге жатқала береді. Тұр деймін да, сүйретіп апарам, біраз уақыттан қайтадан жатқалады, қайтадан тұр деп апарам. Үйге алып келсем, атам айтады: мына қойдың құйрығы құртта кетті дейді. Қазір емдейміз дейді. Қойларда сондай ауру бар екен, сымды да алды да, оған тряпка орады да, керосинға матырып, керосинді жақты да, мына қойдың басын ұстап тұр дейді. Мен ана қойдың басын ұстап тұрдым да, көзіне қарасам, маған қарап тұрып, как будто: тілеген, мен саған көмектестім ғой. Неужели сен маған көмектесе алмайсың дегендей қарап тұр. Мен қатты ұялып тұрмын қойдан. Қойдан бүйтіп ұстап тұрған бетте құйрығына керосинмен басты. Сол кезде қой маған бүйтіп қарап тұрып: сен маған айтқан маған проблемаларың бәрі хуйня тілеген. Самый главный көртін құрттамаса болды. Мен де осымен болды, барлықтарыңызға рахмет.